Керемет достар, қарап тұрсаңыздар үлкен жетістікке жетіп отырмыз, яғни жылдар, айлар, сандарды білеміз, басқа да тақырыптарды білеміз. Енді маңызды тақырып апта күндерін айтатын боламыз. Бірақ апта күндерінде 1-ден 7-ге дейін Қытай сандарын біліп қасына юл жалғауын жалғап апта күндері деп айтуға болмайды, яғни кәріс тілінде апта күндерінің өз айтылу аты бар. Олар мынау 7 сөз, яғни ил, ол, хуа, су, мок, гым, то, яғни осыларға 7 сөзге ю, ил сөзін жалғасақ, апта күндерінің аты шығады. Яғни ю, ил дегеніміз апта күндері, жу дегеніміз де апта күндері деп айтсақ болады. Бірақ осы сөздердің жанына юл жалғауы жалғанса, мысалы ил, ю, ил болса, осы апта күндері шығады. Апта күндері қарап тұрғандарыңыздай сәл қиындау, яғни оны тек жаттап алу керек. Бірақ жаттауға оңай болу үшін бір тарихи ескертпе бар, яғни мұнда әр сөздің, яғни апта күндерінің буындарының өзінің айтылу мағынасы бар. Жаттап алудың тарихи ескертпесі, яғни әр түбірдің, мұнда тұрған 7 түбірдің аудармасы бар, яғни стихия дейді ғой, орысша айтқанда табиғат құбылыстарының аудармасымен жаттап біліп жүрсеңіздер болды. Солай кейін жаттауға оңай болады. Яғни корей тілінде әр апта күндерін табиғат құбылыстарына теңеген. Ол дегеніміз ил, күн, аудармасы ол дегеніміз ай, яғни біз айларды өткен кезде олды жалғадық қой, Қытай сандар қасына ол, яғни ол дегеніміз ай, айға теңеген, ай деген аудармасы, хуа дегеніміз от деген сөз, су дегеніміз біздікінше су деп аударылады, яғни қазақ тіліндегідей су, кәрісше де су. Келесі мок дегеніміз ағаш аудармасы, гым дегеніміз металл және то дегеніміз жер деп аударылады. Қасына ил, ю, ил деп қасына осы жалғауды жалғасақ, апта күндерінің атауы шығады. Енді қайсы сөз қай апта күндері екенін қазір жазып айтып түсіндіретін боламын. Достар, енді міне апта күндерін айтылуымен айтып өтейін. Ирьёил жексенбі, орьёил дүйсенбі, хуайёил сейсенбі, суйёил сәрсенбі, могёил бейсенбі, гымёил жұма және тойёил сенбі. Қарап, байқап тұрғандарыңыз бар болса, не себепті мен дүйсенбіден емес, жексенбіден жаздым деп ойлайсыздар. Кәріс тілінде негізі апта күндері дүйсенбіден емес, жексенбіден, яғни воскресеньеден басталады екен. Қарап тұрғандарыңыздай қиын емес, жаңа айтқандай табиғат құбылыстарымен, яғни күн, ай, су деген сияқты атауларын жаттап, қасына мұндағы ил жалғауын жалғасаңыздар болды, апта күндерінің атауы шығады. Қайталап өтейік, ил дегеніміз не еді? Күн, ол дегеніміз ай, хуа дегеніміз от, су дегеніміз су, кәдімгі қазақша, мок дегеніміз ағаш, гым дегеніміз металл және то дегеніміз жер екен. Осылай жаттап, қасына ил жалғауын жалғасаңыздар, міне мұнда апта күндері шығады. Түсінікті болды деген сенімдемін.